Қайырлы күн, құрметті менің оқушыларым. Бүгінгі күні 1 сынып ана тілі 38 сабақ мәтін тақырыбын қарастыратын боламын. Ал сабағымызды бастамас бұрын каналға тіркеліп, лайк басып, сұрақтарыңыз болса комментарий жазып, достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Бірінші тапсырмаға назар аударайық. Мәтінді түсініп оқы делінген. Ал мәтінді оқып шығайық. Кітап оқудың пайдасы. Бірде Жазира Асылбекке келді. Әкем ертегі кітап әкелді. Үйге кел, бірге оқиық деді. Ол Жазира айтқан соң барды. Жазираның кітап оқуы керемет. Қайғылы жеріне келгенде көзі жасаурап кетеді. Ал қуанышты жерінде жүзі алаулап шыға келеді. Асылбек те онымен бірге қайғырды, қуанды. Барлық қызық кітапта екен ғой деп ойлады. Асылбек бұрын кітап оқымайтын, енді бір мезгіл кітап оқитын болды. Қазір Асылбек сабақты жақсы оқиды. Әділ Балтағымыздың мәтіні екен. Ал мәтін ішінде кездесетін қайғылы деген сөз аянышты деген сөзді білдіреді екен. Ал жүзі алаулап деген сөз жүзіне қуаныш ұялау сезімін білдіреді екен. Ал мәтін астында берілген сұрақтарға жауап беріп көрейік. Асылбек алғашқыда кітап оқуды ұнатты ма? Қалай ойлайсыңдар, балалар? Асылбек алғашқыда кітап оқуды ұнатпады. Жарайсыңдар. Ал екінші сұрақты оқып көрейік. Оның кітап оқуына кім себепші болды? Асылбектің кітап оқуына Жазира себепші болған екен. Жарайсыңдар, балалар. Ал үшінші сұраққа назар аударсақ, саған қандай кітаптар ұнайды дейді. Балалар, кітап оқыған білім инемен құдық қазғандай деген мақалға сәйкес келеді екен. Сол себепті әрқашанда кітап оқып білімімізді шыңдай түсейік. Жарайсыңдар. Ал екінші жаттығуға назар аударайық. Екінші жаттығу. Бос орынға тиісті сөзді қойып жаз делінген. Ал балалар, оқып көрейік. Мектеп кеме, білім теңіз және бос орынға сөзді қойып жазамыз, алға жүзудеміз дейді. Қасым Аманжоловтың өлеңі екен. Ал тынбай және тымбай деген сөз берілген екен. Осы екі сөздің қайсысы дұрыс қоюға болады екен? Қалай ойлайсыңдар? Кім айтады екен? Жарайсыңдар. Бұл жерде тынбай деген сөз жазылады екен. Себебі тымбай деген сөз жоқ. Ортада әрі бар сөз жазылады екен. Жарайсыңдар. Ал балалар, үшінші жаттығуға зер залайық. Сурет бойынша мәтін құра дейді. Суретке назар аударайықшы. Қандай сурет бейнеленген екен? Бірінші суретке назар аударсақ, оқушы берілген екен және оқушының екі қолында кітаптар бар екен. Ал екінші суретте ескірген, жыртылған кітаптар бейнеленген екен. Ал үшінші суретте зауыт бейнеленген. Ал енді осы суреттерді пайдалана отыра сурет бойынша мәтінін құрастырып көрейік. Айбардың кітапқа деген қызығушылығы өте жоғары. Бос уақытының барлығын кітап оқумен өткізеді. Алайда кейбір кітаптарының өңі кетіп, жарамсыз қалыпқа енгендіктен қайта өңдеу зауытына апарып өткізеді. Оның орнына жаңа өңделген кітаптарды ауыстырып алады. Ал балалар, сендер осы мысалға қарай өздерің сурет бойынша мәтінді құрастырып көріңдер. Ал балалар, бүгінгі сабақ қызықты әрі түсінікті, көңілді өтті деген ойдамын. Келесі сабаққа дейін кездескенше сау сәлеметте болыңдар.